бүгінгі сапарымызға қош көрдіңіздер. Біздің негізгі мақсатымыз халықтың арасына келіп, халықтың ой пікірін тыңдасақ, мақсатымыз сол. Газетімізді келешекте қандай өзгерістерді көргілеріңіз келеді, қандай ұсыныстарыңыз бар, қандай жағымды жаңалық ой түйткілдеріңіз бар. Осының бәрін сіздермен емен жарқын, ашық әңгіме дейді, ашық пікір алмасу үшін келіп отырмыз. Сондықтан ойларыңыздағы бар дүниені айта отырыңыздар, бізбен бөлісе отырыңыздар. Ескерусіз қалмайды, өйткені біздің қолымыздан ештеңе келе қоймауы мүмкін. Тілші деген, тілші халық пен биліктің арасындағы дәнекер болғандықтан, біз соны өзіміздің тараптан қолымыздан келгенше сол газет арқылы жоғары билікке жеткізу біздің басты міндетіміз. Енді газеттің тарихы туралы сіздерге айтып жатқанымыз артық. 1922 жылдан бері шығып келе жатқан газет әлденеше рет ауысты, ауыл газеті, одан кейін жаңағы Мұхамеджан Сералинмен Бейімбет Майлин негізін салған газет. Одан кейін кеңестік дәуірде социалдау болып басталды, большевиктік жол болды. Содан кейін келе коммунизм таңы бүгін міне Қостанай таң газеті, осы аптасына 3 рет қолдарыңызға тиіп отыратын осы газет. Енді тағы да ойларыңызды қазір қорытып отырыңыздар. Мен терең жатқан газет қой. Халықтың үні қазіргі заманды білесіздер, газет оқитын заман емес. Әсіресе жастарымыз соңғы кезде мынау электронды технологиямен айналысып кетті. Жұрттың бәрі соны қарай оқиды деген. Бірақ оған қарамастан әр нәрсенің орны бөлек, ақпарат құралдарының ішінде газеттің орны бір бөлек. Ал енді Қостанай таң газеті үшін Торғайдың өңірі бір бөлек. Қостанай таң газеті газеттің жүрегі мен жаны Торғай өңірі. Біздің газетте 50 шақты адам жұмыс істейді. Соның ішінде ең мысалға ардақтыға ардагер мақты Хамитбек деген біздің оны алдарыңызда тұрған осы кісі бастаған меншіктілшілер бар. Қасынан биылдан бастап социологиялық орталық ашылды. Ол орталықтың мақсаты облыстағы әлеуметтік экономикалық жағдайды талдау, сараптау. Кәдімгі штатымызда 7 адам бар, қосымша. Бұл көптен бері баяғы ерлікте болып халықпен кездесу. Соны ойлай керекті. Сірә кейін ұмытыла бастаған байтыр жағдай әртүрлі болған ғой. Енді мына облыс әкімі Нұралы Садуақасовтың баласымен, айтқанда осының келісімімен, ішкі саясат басқармасы Жанында Махановтың бағдарламасы бойынша ендігі жерде газет қазақтың тілі үшін, қазақтың үні үшін, қазақтың рухы үшін қызмет ету керек. Сондықтан біздің әлгі Торғай өңіріне Амангелді Батырдың ауылынан аяқ басып келіп жатқанда мақсатымыз осы мақсатты қалай орындау жолында не істеуіміз керек? Сіздермен ақылдасу үшін келдік, кеңесу үшін келдік. Қайтсек газет оқылатындай, газетте біздің халқымыздың жаңағы бүкіл болмысы, жан дүниесі барлығы көрініс табу керек. Сонда кішкене көп айтады да. Амангелді түшкірсе, Қостанайдан келіп шығып дейді. Біздіңе неге шықпайды дейді да. Түшкірмейді ол нәрсе. Мен айтам, сіздердің өздеріңізге сын нәрсе. Амангелді мен егерде қателеспесем 17 мыңға жуық халқы бар, солай. Оларда 15 мыңға жуық. Егер 15 мыңды 5-ке бөліп жіберсеңіз, 3-тен бөліп, яғни 3 мыңды бір отбасында 5 адамын есептейтін болсақ, онда 3 мың отбасы бар. 3 мың отбасы жабылып жүріп, 1500 ғана газетке жазыласыздар. Неге? Жазылыңыздар деген сауал тастап кеттік енді. Ал бұл сіздердің ауданда 1600. Ал енді Хамитбек бар да Механ бар деп ауданның жұртшылығы газеттен көрінбей жатырмыз деуге ешқандай арыз айтуға хақысы жоқ сияқты. Өйткені қолдан келгенше біз
осы ауданның тынысына байланысты кез келген материалды газет бетіне шығаруға асығамыз. Бізде әлі де қор жұмысы көп. Бір Хамитбектің өзі бізге жеткіліктерді жазып қойған. Ол енді келе салып мақтай берді демеңіз, енді жақсының жақсылығын айтып бұл керек. Ұлттың ұясы деген кім Әбіш айтып па? Иә. Зейнолла айтып па? Зейнолла айтып. Бұл енді өте сәтті айтылған нәрсе ғой. Сол ұлт ұясы Торғай деген тек қана мынау Жангелдин ауданы емес қой. Торғай өңірін жақсы білесіздер. Өңір ел, бәрі өзіміздікі. Соны кешегі нөмірден бастап Торғай тынысы деген жаңа айдар ашылды. Ал елдің атынан қастерлі нәрсе жоқ. Елдің аты саты. Торғай да, Тобыл да екеуі де екі күретамыр есебіндегі ірі өзендер. Ал өзеннің бойында ең бір мықты халық тұрады өзіміз, сіздерімізде. Сіздерде жусан бар ғой? Бар. Ал енді мен айтам бүгін, біздің мынау халал жерде қазір қазақтың екінші бір сорты шыға бастады. Жусаннан жерінетін, жусанды жатсынатын бір ұрпақ пайда болады деген қауіп бар. Өйткені ол табаны жерді іскермеген адамдар. Ал енді табан жер, біз енді ұлттың қаймағы, құнары бәрі әлі де болса сіздерден іздейміз. Әлі де болса мейлі, ситуация жағдай қиындау болады. Әсіресе мынау айтады қазақ сөз бар, тағдырына таланғандар. Тағдырына таланған сіздің өңірдің адамдары. Небір тарихи оқиғаның басынан кеткен, енді жаңа 20-шы ғасырдың технология, жаңа заман ғасырдың несінде төтіп беру деген оңай емес. Темір жолдан алыс жол деген мынау, ауыз су деген проблема жатқан. Соның өзінде Жангелдинде қазір Құдайға шүкір 15 мыңға жуық халық бар. Сіздерде 17. Сіздерді қайтып жолдың торабы былай да былай. Сіздерде аз да болса цивильный жағыңыз кішкене мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан сіздерге құшақ жая келдік, көңілімізді, ықыласымызды аша келдік. Сол енді сіздер қазір бізге өз ойларыңызды, пікір ұсыныстарыңызды айтады ғой деп, осы күн кешуге келіп отырмыз. Мына сіздерге рахмет. Сіздермен лидерластырып отырмын. Әзірге осы. Рахмет Жәке. Ал енді ағайын мынау біз енді әңгіме дүкен бір жағы, екіншіден кішкене елдің еңсесі көтерілсін деп арнайы осы біздің осы газетіміздің жанашырын ертіп жүрміз. Облыстық филармонияның әншісі, бірнеше халықаралық байқаулардың лауреаты Манатбек Кәдір арнайы осы бізбен осы сапарымызға сапар бүкіл Ыбырай ағамыздың 25-і. Қыздауылдың сыртынан қылаң еткен 25. Қыздан қашқан түлкідей сұлаң еткен 25. Күлдір-күлдір күсін етіп күрәудің ең 25. Екі ауылдың арасын құйқылдатқан 25. Ауылың жоқ, жының жоқ, ыңқылдатқан 25. Қыңқылдасам қыңқылдадым, қызға ұшаққан 25. Қымсындырған 25, есіктегі қыздардай ұмсындырған 25. Суға барған жеңгесін ұстай алған 25. Жеңге қалың қалай деп қыстай бір қалған 25. Өрте жатқан кемпірден қарды салған 25. Бесіктегі баладан алды салған 25.
жалпақ мәкең. Мына шілденің 40 күнінде енді сөз кезек сіздерде. Келешекте газетіңізді қандай болғанын қалайсыздар? Қандай дүниелер жетіспейді? Сол жөнінде айтыңыздар. Ауылдың мәселесі. Батаңызды артықтығы жоқ. Ауылда енді Қорғачанға жазылған, Қосылайсанға жазылған қойды. Біздің пенсионерден деті көп. Ал енді біздің айтарымыз осы су мәселесі жөнінде. Сізден осынау колонка бар ғой, колонкада суы сарғайып бермеді. Қалай етеді екенін білмеймін. Сосын айтатын енді қалыпты жағдай жақсы ғой. Енді пенсия аламыз, уақытында келеді. Қостанайдағы Қостанайдағы тілегім енді сағында жазылыпты, бәрінде Қостанайдағы мүшесі болып кәдімгі. Ол енді Қостанайдағы бақыт не болсын. Әмин. Енді біз Қостанайдағы біздің осы ауыл тұрғындары жақсы жазылады деп ойлаймын. Өйткені мынау Амангелді арайына қалай жазылса, Торғайдағы, Қостанайдағы да солай жазылып жатыр. Біз ауылдың газеті сияқты сол нөмірін қалдырмай оқимыз ашамызда. Енді сіздермен келіп жатсыздар, жүздесіп. Мен деген осы жасқа дейін редакторлар келіп жүздескен көрген жоқ. Бірінші рет таңданып отырмын, кездесіп. Мен басқалар мәселемен келген шарты ойлап қалдым сіздерге. Қандай мәселе бар? Бұл өте қуанышты. Сіздерге айлақта зор қуаныш, зор бақыт жолдарыңыз бола берсін жүргенде. Осылай ауыл аймақты аралап жүріңіздер, көре беріңіздер. Көрген жақсы, елді көрген, елді мекенді, ақсақалдарды, үлкендерді көресіздер. Әр уақытта жолдарыңыз болсын. Бізде қазір 112 аулада болғаннан кейін әр үйде Қостанай таңы бар деп есептеуге болады. Жоқ дегенде қазір 600 адамдай 600-дей халық, 600-ге тарта халық Қостанай таңын оқиды. Әр үйде, әр аулада бар. Енді газетте жаңағы жастар кезет деген бағдарламасы бар. Енді өзіміз алып оқығаннан кейін оның бәрін түсінеміз. Соның ішінде біздің өтініш жаңағы біздің қазіргі оқып жүрген студент жастар Қостанайдан, Амангелдіден, Торғайдан болсын басқа жерден жаңағы жақсы мақалалар жазады. Жастар тәрбиесі жөнінде жақсы мақалалар шығып тұрады. Енді әрі қарай ұсыныс пікір енді өзіміз жаңағы журналист емеспіз, тілші емеспіз, бірақ сіздерге жаңағы табыстардан басқа ештеңе айта алмаймыз. Газеттің келуі жағынан ешқандай не жоқ. Ауданға аптасына үш рет шығатын болса, ауданға 7 сайын 3 рет келеді. Бізге енді 7-шіне 2 рет алып келіп отырамыз. Ауылға келіп отырады газеттің несі. Таралымы жақсы. Сондықтан сіздерге творчестволық табыс, семьяда бақыт тілейміз, еңбектеріңіз жемісті табыс тілейміз. Ауылдың атынан айтып отырған сіздерге алғысымыз. Рахмет. Тағы да айтайын. Сен нақтылай түсуге болады ма сіздің жаңағы осы ауылда қанша дан алады? Бізде мен өтірік айтпай қояйын, 112 аула болатын болса, сол 112 аулада бар. Өйткені бізде жаңағы жазылуға келген кезде, мысалға Амангелді арайында Қостанай таңында бірдей шығады несімен. Енді аудандық газет өзімізде болғаннан кейін, енді ол жаңағы 112 аула болғанмен оқитын адам саны. Әр үйден 5 адамнан есептеп көріңізші өзіңіз, қанша адамға келетін? 500-600-ге тарта адам оқиды ғой. Енді бала бар, үлкен адам бар. Средний алғанда жаңағы 5 адам деп алайықшы, орта есеппен. Бір үйде 10 адам болуы мүмкін, бір үйде 4 адам болуы мүмкін. Жақсы. Құрметті Қостанай таңы ұжымының мүшелері, сіздермен келіп, бізбен дидарласып, халықпен киелі құмкешу еліне келіп, ат басын бұрып келіп жатқандарыңызға мектеп ұжымы атынан рахметімді айтамын сіздерге. Сіздердің мынау төл оқырмандарыңыз біз ұжымда 100% жазылып отырмыз десек, сіздер осы Қостанай таңы газетіне қателеспейміз, осы жерде айталам. 100% біздің ұжым тегіс жазылып отыр осы Қостанай таңы газетіне. Сіздердің әрбір оқып отырамыз, келген сайын енді барлық ақпараттық хабарларыңыз, әлеуметтік жағдай, еліміздің экономикасы барлығы
тегіс қамтылған газеттеріңізде. Соның ішінде жаңа жастар кезекті, мына соның ішінде ауылым алтын бесігім тақырыбындағы жазған әрбір студенттердің ойлары, жастардың ойлары барлығы бізге көңілімізге қонды. Біз жақсы сүйіп оқимыз, құптаймыз сіздердің осы еңбектеріңізді. Енді мынау біздің Құмкешу елі тарихтағы ел, тарихтың бетінде қалған Құмкешу соғысы болған жер, бұл тарихи жер. Сондықтан мынау өзімнің елімнің, ауылымның, жұртшылығым атынан сіздерге үлкен рахмет айтамын. Сіздерге денсаулық тілеймін, бәріңізге де амандық тілеймін, шығармашылық шабыт тілеймін, бәріңізге де шабыттарыңыз шалқи берсін. Және де мына біздің жерлесіміз, ауылдасымыз Хамитбек ағаға да осындай табыс тілеймін. Өйткені газеттің бетін ашқанда біздің Амангелдінің тыныс тіршілігі барлығы осы газеттің бетінде жүреді. Мен соған өте ризамын. Әлде де оқырмандарыңыз көбейе берсін, сүйікті. Біз әлде де сіздердің осы газеттеріңізді сүйіп оқып, жазылып, сондай үлкен жақсы Амангелдінің жақсы осы Қостанай облысының тыныс тіршілігімен танысып отырамыз деген үлкен ойдамыз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Жүректі ел жеткізіңіз ғой. Ал енді әжелеріңіз не айтасыз? енді не жетпейді газетке? Бәрібір көңілдің толмайтын жағдайлар болады ғой. Газетте барлығы жақсы жазылған. Мынандай болса екен деген бір қысы. Осы мәселе барлығы да қамтылған енді. Біздің көңілімізге ұнайды сіздердің жазған шығармалар. Азғандар біздің ауылымызға, Құмкешуімізге, мынау елімізге келіп жатқандарыңызға көп-көп рахмат. Ауылды сондай елеп, құрметтеп, алдымызға келіп жаңалықтарыңызды айтып, осылай газеттерді айтып жатқандарыңызға көп рахмат. Қостанай таңына балаларым жазылып отырады. Үйде жұмыс істейтін 3 балам бар, 3-еуі де жазылады. Соны енді балалар оқып жатады, арасында әйтеуір көп бәрін оқып тастамағанменен кейбір әдемі жерлерін алып оқитыным бар оны, азғантай ғана әдемі. Енді газеттерің осылай алға баса берсін, көбейе берсін, заманымыз тиіш болсын, еліміз аман болсын, Алла осы бірліктен, тірліктен айырмасын. Осы жастарымызға Құдай ғұмыр берсін, бақ берсін бастарыңа. Бастарыңнан бақ кетпесін, алдарынан тақ кетпесін. Бала шағаларыңның рахатын көріп, жаңа өсіп жатқан сәбилер іздеріңді басып сіздердің бақытты бола берсін. Құмырлы болыңдар, семьяда, бала шағаларының ортасында бақытты болып, осылай абыройларың өсіп, атақты азамат болып, елдің сүйікті азаматы болып жүре беріңдер, өсе беріңдер, бақытты бола беріңдер. Алда бақытты. Ал ар жақтағы бикештер Кітапхана әлия мүшелеріне айтатыны жаңа ақсақалдарымыз ауылымыздың әжелерімізде өздерінің ықылас лебіздерін білдіріп жатыр ғой. Яғни бізде осы еңбек жолымызды бастағаннан бері баспасөзге жазылу әрбір жұмыс істейтін, я болмаса ауыл тұрғындарының міндеті, ол парызы. Яғни бізде өзімізде төл газетімізге айналды осы Қостанайдан жазыламыз, уақытында алып оқып отырамыз. Әрине бұл халықтың жағдайы да, әл-ауқаты туралы да, жастар туралы да, елдің жаңағыдай тарихы жөнінен де өте жақсы мақалалар жарияланады. Өзімнің де осы бір мақалам Қостанай таңына жарияланды. 2012 жылы қарашаның 24-ші шыққан газетінде «Жырлаймын туған өлкемді» атты осы мақалам Қостанай таңына шығарылған болатын. Яғни оған көп үлес қосқан мүшелер Хамитбек ағай, яғни мәтіннің осы кісіге көрсетіп алып, өзімнің осы Құмкешуде еңбек еткен аға-апаларымыздың ерлігі туралы еңбек жолдарын осы келешек жас ұрпаққа насихаттау мақсатында жазған болатынбыз. Сіздердің еңбек жолдарыңызға табыс тілеймін, еңбектеріңіз әрдайым үстем бола берсін. Мен де жаңа айтып отырмын ғой, бірінші рет көріп тұрмын осылай сіздердің сапарларыңызды. Біз қуанышты кете отырмыз. Осылай елімізге, жерімізге келе беріңіздер. Газеттеріңізге жазатын мақалаларыңыз әрдайым үстем бола берсін деймін. Жақсы жаңалықтар алатын көп болсын деймін. Байқадыңыздар, егер ауылдарыңызда, аудандарыңызда ғаламтор жақсы дамыған болса, қазір газеттің сайты өте бір қарқынды жаңарып жатыр.
жылдамдығы да сондай артық. Сосын жаңалықтар мезет мысалы қазір біз осы жерде жүргенімізді тез арада жаңағы орталықтан отырған жігіттер жазып неменеге жіберіп жатыр. Сайтта салып жатыр мысалы. Вот осындай нәрсе. Сондықтан осы сайтты Жұматай Кәкімжан бауырымыз жауаптанды. Осы Жәкеңнің орынбасары. Жаңағы мына менің орынбасар бауырым бір жаңа келіп жатқан жігерлі жас. Қазір сол бүкіл электрон нұсқасының барлығын осы жігіт жасап, қазіргі күндізін ұйықтамайды, ұйқыны қойып. Ұйықтайтын уақытымыз отырайын. Сол енді оны айтып жатқанымыз жастар отыр, басқа бәріміз жас, адамның жаны жас қой. Биологиялық былай қарамасаңыздар, мен өзім бала сияқтымын. Осы адамның мәңгілік жас жаны. Соған қазір көшіп жүргендер бар. Оны байқап жүрсіздер бар. Бет операция жасап жүргендер. Бірақ әлгі мен өткенде бір мақалада айттым ғой, әлгі Естайға әлгі жаным қимай жатыр деп. Сондықтан сайтқа жиі қараңыздар, жеңіліңіздер. Көптеген жаңаға жазылмай қалған, әлгі шықпай қалған дүниені мен бұдан білетім. Егер мына қақаңнан бастап кез келген үлкен дүниелердің бәрі тұтас нұсқасы шықпаса, сайтта шығады. Тіпті телефонмен тікелей хабарласыңыздар. Мына Жұматайға маған кез келгеніміз отырған. Мында арамызда мына талантты журналистердің бірі Әлібек Ыбырай отыр міне. Мына біздің Қадырбек екі газет істейді, бір емес. Республика Заман Қазақстан және біздің газетімізде өзі университет бір жан-жақты жігіт, сіздердің елдің күйеу бала. Мына фототілшіміз Бағдат. Сол сияқты мына біздің енді кезген жерде дүниеде әннен құдіреті ештеңе жоқ. Қазақтың жаны әнінде, сөзінде. Сондықтан бізде осы жолы сапарымызға бір ардақтау деген кісілердің біраз келу керек еді. Бірақ аяқ астынан бәрі дүниеде бағынышты нәрсе дейін ғой. Анау жоғарыдағы бастықтары кетпе депті, ана бастығы кетпе депті, сонымен бәрі қалып қалды біразы. Соның ішіндегі ең мықтылардың бірі жаңа алдарыңызда өлең айтқан Манап Қадыров деген азамат. Ол кісінің жөні бөлек. Қазір елбасы келсе, елбасының алдында елбасының әнін айтқанда, өткенде біздің облыстың атынан ән айтқан тамаша азамат. Бұл да біздің газетіміздің жанашыры. Жаңа неде Жангелдин ауданында елмен кездесу кезінде мен жалпы елдің газетке деген бір ерекше көңілін байқадым. Ықыласы бөлек екен. Ал енді жаңағыдай кішкене айттым, бұл енді бұл кісілер ішінде мықты азаматтар айтты. Біз Амангелді мен Жангелді бір-бірімізбен былай бәсекедегі аудан емеспіз. Біз бір елміз, бір жерміз. Енді ауданның аты екі бөлек шығар. Бірақ арамызда бөлісе алмай жатқан ештеңе жоқ. Ал егер де бәсеке болса, ол кәдімгі жақсы бәсеке. Ықыласты бәсеке. Бірақ сонда да мен айтқаным әлгі оларда кішкентерден көпте ол Амангелді. Сіздер неге аздау деген сұрақ қой. Соған жабы кішкене ағайымыз әлгіндегі деп айтты ғой, кішкене азда болса кішкене қызғаныш. Онда қызғаныш жақсы қызғаныш бұл. Әдемі қызғаныш. Ол өздеріне қамшы. Сондықтан сол енді мен жаңағы электронды мәселелер сөз қозғағанмын. Бұл жаңа бастап жатқан нәрсеміз. Оны көп айтқым да келеді дейді. Соны қараңыздаршы, көріңіздерші. Бәрібір мына отырған бәрі осылардың болысында күн жоқ. Бірақ олар мына неге тәуелді, жарық электр энергиясы. Өшіп қалса, электр жоқ болса, бәрі өшіп бітті ғой. Жоқ. Аллах, телевизорда жоқ, ештеңе жоқ. Мыналардың қолын ұстап жүргенде қуатын кетеді. Ал біздің газетті ашып қалсаң, ол электрдің керегі жоқ қой ештеңені. Күн сәулесі болса, ол оқи бересіз. Қалтарып қойыңға тақпай да оқисыз, былай да оқисыз, былай да оқисыз. Түсінбесеңіз қайтып оқисыз. Сондықтан біздің Қостанай таңнардың газет бар ма?
қалай сөйлетінің жалынға жақында жақын қалыпқа білгеніңді айтпасаң тежір жүзің бар екен тегіс шайып қалыпқа болыстай шарықта жақсы мен жаманды көпті қағатқызын тоқ ішінде қанықта шымырлы болмаса шидің сәні келмейді егескен жауын мұқатпай ердің сәні келмейді қара жерден қар кетпей көмір шалғын шөпісті жердің сәні келмейді ақыл ұшып қазылбай көлдің сәні келмейді қызыл жасылдың емген қызыл бала жиынбай жырдың сәні келмейді олығайдың әйелдің отқа елдің әзілдің оғыратын сәні ауданымыздың аумағында Қостанай таңы күндері бастап алды. Кейін көшіп жүрген, яғни арнайы сіздердің осы елге міне батпасын бұрып, Қостанай таңының басшысы, орынбасары тілшілер қосып келіп, сіздермен сұхбат жасап жатыр. Сіздер тілектеріңізді айтып жатсыздар, баталарыңызды беріп жатсыздар, пікірлеріңізді айтып жатсыздар. Рахмет. Енді Қостанай таңы газеті біздің өзіміздің сүйікті газетіміз. Жәке жаңа айтып жатырмыз, 1600 жылда 1500-ден жоғары 1600-дың үстінде газет таратамыз. Енді тұрақты оқырмандар осы міне 1500-ден жоғары тұрақты оқырман. Жаздырып алушы отбасы. Ал енді ол әр үйде мысалға 5-6 адамнан оқығанның өзінде, яғни біздің алдында 10-ның үстінде халық оқып қалуға тиісті. Сондықтан енді Қостанай таңының газетіне Жәке өзіңіз басшы болып келіп жатсыз. Жаңа газеттің қаншалықты өзгерістер болып жатқанын байқап отырмыз бәріміз де. Оқырмандар да бақылап отыр. Сондықтан осы газеттегі жақсы жаңалықтар ары қарай жалғастыра берсін. Қостанай таңы газеті біздің Қостанай облысының ең сүйікті газеті болсын. Оқырмандар санының көбейе берсін. Осындай жаңалықтар жаңа айтып жатсыз, Жәкең электрондық нұсқасын айтып жатыр. Ол деген қазіргі өмірдің талабы солай. Егер біз осыны дамыта берсек, сіздер осыны дамыта берсеңіздер, бұл газетке, яғни жастардың да құштарлығы көбейе береді. Өйткені заман уже жастардікі, қазір электрондық мәселелермен жастар өте көбірек айналысады, орта буын кісілерге қарағанда. Сондықтан, яғни бұл осы дами берсе, Жұматай жастар Қостанай таңын көп оқып, түрлі өздерінің ұсыныс пікірлерін айтып, сол арқылы газет мысалға бір үлкен жаңағы осы халықтың арасында сүйікті газетке айналады деп ойлаймын. Соған тілектеспіз. Және жұмысымыз жемісті болсын. Коллективге, ұжымға шығармашылық табыс тілейміз. Енді бүгінгі Құмбышудың оқырманы аз демеңіздер. Енді кешірім сұраймыз. Жаңа уақыттан сәл бізге бір адам келсе де болады. Иә. Сәл уақыттан біз мана Нұрлыбек сөйлескен екен. Сағат 12-де аяқталады. Содан кейін түскі ас ішіп осы жаққа шығамыз депті. Сосын біз мана 3-ке жинадық, оны 4-ке дедік, оны 5-ке дедік. Соны енді біз кешірім сұраймыз, сәл оқырманның аз болып қалғандар. Енді ауданның орталығына барамыз, ертең үлкен аудандық мәдениет үйінде оқырмандармен кездесіздер. Коллективтерде жоспарлап отырмыз, шағын коллективтер бар. Осы Қостанай таңының бүкіл ұжым болып жаздырып алатын ұжымдар бар. Солардың біреуіне бар, бір-екеуіне бассы кездесесіздер. Сондықтан біздің аудан жалпы Қостанай таңы газетін оқиды, Қостанай таңын жаздырады, Қостанай таңының жұмысына сондай өзінің оң бағасын береді. Қаймақта әрине бұл менің пікірімше, кісілердің пікірі болуы мүмкін. Осы газеттің Қостанай таңының күндерінің өтіп жатқанын қазір Қостанай облысының бүкіл тұрғындары біледі.
Сондықтан біз кешегі күнде жұмыс жасап отқанда кісілер айтып жатыр, ертең өзіміздің айтатын пікірлеріміз бар дейді, ұсыныстарымыз бар дейді, жастардың ортасынан пікірлер болуы мүмкін ертең. Енді оның бәрін тыңдай жатасыздар. Сондықтан сәттілік тілеймін сіздерге. Табыс тілеймін. Мына бір толғау қалған екен. Baş güzende gövüldür, yollarız taşımardan tangda bir miner. Mekemiz solculardan mengen son, kongrolun ayza kol kalın, kongr saltın töz kalın, koltun körür mekemiz. Anamız bizden dost tuğan, kelinde olup sen